Сәлем қыздар, құрбылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәруменге өте бай, ешқандай қайнатпайтын, пісірмейтін, майонез қосылмайтын, жақсы, дәмді және ұзақ сақталатын салат жасаймыз. Бұл салатты жасау үшін бізге үлкен қызылша, 1 пияз, 2 сәбіз және орташа 40 қабат, яғни капуста қажет болады. Барлық көкөністерді тазалап жуамыз және ұсақтап жіңішкелеп тураймыз. Мінекей мен сәбізді, қызылшаны және пиязды жіңішкелеп турап шықтым. Енді капустаны тураймын. Капустаны да турап қостым, араластырдым. Енді оның үстіне 2 түйір сарымсақты ұсақтап турап саламын. Енді маринад дайындау үшін бізге жарты литр су қажет болады. Оған 3 ас қасық қант және 1,5 ас қасық тұз саламыз. Газға қойып қайнатамыз. Қайнатпас бұрын қант пен тұзды араластырып, ерітіп аламыз. Газға қойып қайнатамыз суды. Мінекей суымыз қайнады, ыстық болып тұр. Енді оған 100 мл сұйық май қосамыз және 80 мл асқа арналған уксусты қосамыз. Енді осының бәрін араластырамыз жақсылап қасықпен және туралған көкөністердің үстіне ыстықтай құямыз. Мен туралған сарымсақтарды міне салып жатырмын. Осының үстіне ыстықтай суды құйып шығамыз. Енді біз осы ыдысымыздың ішіне сиятындай тарелканы алып, көкөністердің үстін бастырып қоямыз. Су сәл суығанша күтеміз. Енді су суығаннан кейін көкөністерді қолымызбен кішкене мыжғылап, қаттырақ мыжғылап араластырамыз қайтадан және үстінен қайтадан сол тарелканы қойып бастырып қоямыз. Жақында көктем келе жатыр. Адамдарда авитаминоз болады. Егер қаныңыз аз болса, авитаминоз болса, осы салатты жасап жеп көріңіздер. Дәмі де өте керемет. Енді салатымызды 2 күнге тоңазытқышқа қоямыз. Яғни 2 тәулікке немесе салқын жерге қойып қойсаңыздар да болады. Мен 1 күннен кейін алып дәмін көрдім. Тұзы аздау сияқты болды. Тағы да 1 шай қасық ас тұзын салдым. Қақпағын жақсылап жауып, контейнерге салып қойсаңыз да болады. Тоңазытқышта 1-2 аптаға дейін тұра береді, яғни ұзақ сақталады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жасап көрсеңіздер, қалай шыққанын айтыңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздерге ас болсын.